Арман ұстазға бір кісі аманатын айтып еді, соны жеткізейін деп тұр. Мен биыл Алакөлде Жарбұлақ ауылына барған кезде шам мен құттанның арасындағы уағыз айтып, сол уағыздан шыққан кезде бір бауырымыз сұрағым бар деді. Бұл бір жыл алдын көрген екен. Түсімде пайғамбарды көрдім дейді. Ауылдың қарапайым азаматы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Арман ұстазға сәлем айтты, соны мен жеткіз алмай жүріп, сіз көрсеңіз айтыңыз деді, сол сәлемін жеткізіп қойын деді. Намаз жұма тоқталды ғой карантинге байланысты. Сол кезде түсіме пайғамбар кірді дейді, сен Арман ұстазға айт, жұманы тоқтатпасын деді. Мен ол кісінің өмірін таба алмадым, енді сіз кездесетін шығарсыз, соны айтып бар деді. Сол жаңа менің есіме түсіп отырмын. Арман ұстаз мені бауырымыздың аманатын жеткіздім. Алла Тағала баршамызға пайғамбармен болуды нәсіп етсін. يا حبيبي يا محمد